Сәлеметсіздер ме достар? Мен сіздерге бүгін бас ауруын қойдыратын, жүйкені тыныштандыратын қызылшадан және балдан жасалған қоспа дайындап көрсетемін. Ең бірінші қызылшамызды жуып, тазалап, оны төртбұрыштілеп турап аламыз. Яғни ет тартқыштан өткізуге дайындап аламыз. Арнаға тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдырып, және арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Жалпы қант қызылшасы жүйкені тыныштандыратын қасиетке ие. Ал бал болса, оның құрамында әртүрлі элементтерге бай. Ет тартқыштан өткізілген қызылшамыздың бетін жауып, 1 сағатқа қалдырамыз. Яғни оның ішіндегі шырыны бөлініп шығу керек. Bir сағаттан кейін оның бетін ашып, шырынды бөлек сүзіп аламыз. Бөлек сүзілген шырынның үстіне азғантай ғана мөлшерде бал қосып, яғни жарты стакан шырынымыздың үстіне бал қосамыз да, оны күніне 3-4 рет ішуіміз керек. Не болмаса, 1 ай ішсеңіз, күніне 1 стаканнан ғана ішсеңіз болады. Бұл шырын миыңызды тыныштандырып, басыңыздың қоюына үлкен ықпал жасайды. Видеоны аяғына дейін көргендеріңізге мың алғыс. Арнаның дамуына өз үлестеріңізді қосып, лүпіл басып, пікір қалдырып және жазылуды ұмытпаңыздар.